Әділет партиясы Алматы қалалық мәслихат депутаттығына үміткерлерді сайлаудан шеттеткен қалалық сайлау комиссиясын сотқа бермек. Әділет партиясының атынан 11-дей тіркеудегі кандидат енді бұл додада бақ сынаса алмайтын болды. Бұл туралы партия басшысы Мақсұт Нәрікбаев хабарлады. Нұр Отан партиясынан өзге түрлі сылтауларымен Алматы мәслихаты депутаттығына үміткер бірнеше кандидаттар сайлауға қатысу мүмкіндігінен айырылып жатыр. Нәрікбаев мырза тізімге іліккен Әділет партиясы атынан шыққан 11-дей адамымыз шеттетіліп отыр деп мәлімдеді. Оның сөзінше, партия аталмыш істің барлығын сот арқылы шешуге ниетті. Сонымен қатар осындай жағдайлар тек Алматыда емес, өзге аймақтарда да орын алып жатқанын жеткізді. Партия басшысы президент пен бас прокуратураның атына ашық хат дайындап қойғанын да мәлімдеді. Біз елде революция жасауға, не болмаса басқа да күшті әрекеттер арқылы елімізді өзгерту жасауға қарсымыз. Бірақ біз үкіметтің осы елбасының қолға заңдарын орындаудағы жіберген кемшіліктерді бетке айтып, оны айтып қана, сынап қана қоймай, соған өзіміздің тікелей қандай жолдарын айтып отыратын партия.